қос доңғалақ. Мақсаты бұрынгерлерге қос доңғалақтың құрылысын, қызметін және жұмыс тәртібін таныстыру және қызметтің қабілеттілігін дамытып жетілдіру. Қос доңғалақтың қызметі ол қос доңғалақтың электровозды рельстік жолына бағыттайды, электровоздың тежегіш және күшін жүзеге асырады, рельс пен доңғалақ арасындағы динамикалық және қозғалмайтын күштерін тағайындайды және тартым қозғалышының айналым кезеңіндегі электровоздың үдемелі қозғалысын түрлендіреді. Енді қос доңғалақтың құрылысына келетін болсақ, ортада жатқан мынау осі, тісті доңғалағы, мынау шетіндегі тұрған бандаж сақинасы, одан кейін мынау бандаж жалыны, шетіндегісін, және доңғалақ орталығы дегеніміз мін. Доңғалақтың ойсы арнаулы ойстік болаттан жасалған. Доңғалақ букс және қозғалтқышы монтаждау үшін оның буксталған сатылы мотор ойстік және сатылы жағының алдындағы алқымдары бар. Ойстың екі жақты қиылысында басқа беттері тегістелген. Мықтылықты күшейту үшін ойстың сатылы жерлері буксалық және мотор ойсты алқалары шығыршықпен айналып мықталған. Букса алқаларында шығыршықты подшипниктердің қосымша сақиналарын бекітетін гайкалар үшін арналған М170-3-6 оймасы бар. Алдыңғы артқы қимасында М167-Н2 тесігі бар. Олар гайкаларды бұралып қалудан сақтайтын планкаларды бекітеді. Ось механикалық өңдеуден өткен соң ақау тапқышпен тексеріледі. Міне ақау тапқыш дегеніміз дефектоскоп, арнайы дефектоскоппен тексеріледі. Қорапты қиылысының доңғалақ орталықтары 25L111 болаттан құйылған. Әрбір доңғалақ орталығы жапсырманы түсіру арқылы байланыстырады. Көпшектің ұзартылған жағына тістелген доңғалақ ыстық бетінде нығыздалады. Бандаж ол арнаулы болаттан жасалған. Оның ішкі диаметрі бойынша бандаждың әрбір метріне 11,5 мм тартыммен егелейді. Міне көрсетіп жатқандай, бұл жерде жаңағы бандаждың егелеу процесінің станогы арнайы осы станокта егеленеді. Осы бандаж ол тік учаскесіне жүріп келе жатқанда жол мен рельстің қажалуын болдырмау үшін және жолдың қисығына кіргенде әр түрлі диаметрде доңғалақ орталығының айналуын қамтамасыз ету үшін жасалған. Профильдің дұрыстығын абсолюттік үлгісімен тексереді. Бандаж доңғалақ орталығының құрсауында температурасы 250-320 градус Цельсияда ыстық бетінде орналастырылған. Және осы мұны арнайы өзінің несінде қыздырылады. Осы жерден қыздырылып, мынау бандаж сақинасы арнайы болаттан жасалған сақинамен стопырлайды. Және осы жерде қатайтылады. Доңғалақ орталығымен, бандажбен тістелген доңғалағымен және бандажды сақинасымен жиналған доңғалақ 110-150 күшімен алдын ала өсімдік майымен майланған өске нығыздалады. Сосын қос доңғалақты станокқа қойып бандаждың жұмыс профилін егеді. Қос доңғалақтың құрылысы өзінің нұсқауы бойынша жасалады. Ал ойсты арнайы өзінің станогы міне. Осы станокта арнайы процесін жүргізеді және осы жерде осы станогында егелейді. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келетін болсақ, бұл
қос доңғалақты барлық процесстен өткізгеннен кейін, жана көрсеттім, қай процесстерден өткеннен кейін ақауларын тексеріп болғаннан кейін, егелеп болғаннан кейін бұл арнайы жанағы тексерістен өтіп қолданысқа беріледі. Енді үй тапсырмасы қос доңғалақтың құрылысы, қызметі және техникалық мәліметтерін оқып келу. Қолданылатын әдебиет электровоз V80 8-ші бетте.